Құрметті оқырман, қазақ қоғамында әйел тағдыр жайлы қаншама өлеңдер мен жырлар, әңгімелер мен романдар жарық көрді. Солардың бірі әрі бірегейі, барлығымыз білетіндей, бес арыстың бірі алғашқы болып роман жазған Міржақып Дулатовтың Бақытты Жамал шығармасы. Онда өз сүйгеніне қоса алмаған Жамал Ғанидың қайтыс болғанына қатты қайғырып, қара жамылып, ақыры қыстың қақаған аязында мазар басында өледі. Осылайша шығарма трагедиямен аяқталады. Ал енді осы шығарманың атауына және мазмұнына қарама-қарсы келетін қандай шығарманы атай аламыз? Ойланып көрелік. Әрине бұл үш бәйтерегіміздің бірі Ілияс Жансүгіровтің Бақытты Жамал әңгімесі. Бұл шығарма несімен Бақытты Жамалдан айрықша? Қай тұстары ұқсас? Қай детальдардан көз жеткізе аламыз? Қандай ұлттық дүниетаным қалыптасқан? Оқырманға қандай ой салады? Деген сияқты сұрақтардың жауабын осы шағын болса да, оқырманды бірден баурап алатын әңгімені оқу арқылы білуге болады. Сол бір Бақытты Жамалдың мұңлы бейнесі есімізде. Алайда Ілияс Жансүгіров бұл оқиғаны өзгеше өрбітті. Қаламгер бұл жолы Жамалды бақыттың иесі ретінде сипаттайды. Ол қоғаммен, салтпен күресіп, өз сүйгенмен табысып, махаббаты мен еркіндігін қатар қорғай алған қайсар кейіпкерге айналады. Сонда қалай? Бір Жамал сорлы, екіншісі бақытты ма? Екеуі де қазақ қызы, екеуі де сүйді. Бірақ тағдыры неге екі түрлі? Ілияс Жансүгіров Бақытты Жамал арқылы қазақ елінің жана бейнесін, жанарған ой санасын, қоғамда өз орнын табуға талпынған батыл болмысын ашып көрсетеді. Жамалдың бақытқа жету жолы жеңілмеді? Әрине жоқ. Ол да өз тағдырында көптеген тосқауылдарға жолықты. Бірақ бұл жолы ол жеңіледі емес, жеңеді деп жазылған кейіпкер. Осы бір кішкентай ғана айырмашылық тұтас ұлттың рухани жаңғыруын, әйел затының биіктеген бейнесін көрсетеді. Шығармада тек бір адамның тағдыры ғана емес, тұтас ұлттық дүниетанымның эволюциясы, уақытпен бірге өзгерген қазақ қоғамы көзқарас жатыр. Махаббат, еркіндік, теңдік, осы үшеуі Бақытты Жамалдың өзегіне айналған. Жансүгіровтің стилі ол ерекше, әр сөйлемі ойлы, әр деталі астарлы, әр кейіпкер шынайы, сөзінің салмағы бар. Бұл шығармада жай ғана бір махаббат хикаясы емес, қазақ елінің күрескер рухы көрініс табады. Бұл жай ғана Бақытты Жамал емес, бұл үміттің, жанарудың, жарыққа жетелейтін жолдың символы. Сіз дайынсыз ба сол рухты сезінуге? Ендеше оқыңыз, ой бөлісіңіз, рухани байыңыз. Хабарды жүргізген сенімді әдеби серігіңіз Алмасхан Ерасыл.